ертегілерің қалай? Жақсы. Өте жақсы балалар. Балалар, мына жерде сіздер не көріп тұрсыңдар? Кітаптар. Бұл қандай кітаптар? Қандай кітаптар бұл? Ертегі, дұрыс айтасыңдар. Бұл да тек қана ертегі кітаптар емес, өлең жинақтары, жаңағы дақпақтар, жазылған кітаптар балалар. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, осы кітаптарды кімдер жазады? Жазушылар. Дұрыс айтасыңдар, жазушылар жазады. Ендеше мына жердегі жазушы аталарымызбен танысып өтейік балалар. Мына жерде Қадыр Мырзалиев атамыз, жазушы атамыз, содан кейін Ыбырай Алтынсарин атамыз, содан кейін Мұзафар Әлімбаев атамыз, Өтебай Тұрманжанов атамыз. Бүгін біздер Өтебай Тұрманжанов атамыздың ертегісімен танысамыз. Жаңағы Қарлығаш Дәуіт жанатты ертегісін мен сіздерге айтып берейін балалар. Өтебай Тұрманжанов атамыздың ертегісі жаңағы Қарлығаш Дәуіт жанатты ертегісін айтып берейін. Қарлығаш жартастың жаңағы қуысына ұя салыпты. Қарлығаш күнде де жаңа балаларына, балапандарына азық тасиды екен. Bir күні жаңағы осы балапандарды көріп, жылан өрмелеп жегісі келіп келе жатқанын Қарлығаш көріп қалады екен. Содан кейін шырқ реті Қарлығаш көкектен көмек сұрап келеді. Көкек мені бүркет қонаққа шақырып қойды деп жаңағы кетіп қалады, көмектеспейді. Содан кейін шырқ реті ұшып Қарлығаш қайда келеді? Қарлығаш жаңа қарғаға көмек сұрап келеді. Қарға мен үйленейін деп жатырмын деп маңғазданып көмектеспейді. Содан кейін барып Қарлығаш ұшып көмек сұрап Дәуітке келеді балалар. Дәуітке келіп, Дәуіт менің балапандарымды жылан жегелі жатыр, маған көмек керек дейді. Ендеше Дәуіт бұлай болса асырайық деп Қарлығашқа қанатына отырып, жаңа ұшып келіп, жыланнан Қарлығаштың балапандарын құтқарып қалады. Жыланды Дәуіт қап ұшырып жерге түсіреді балалар. Көрдіңдер ме суретте? Бізде де сондай бар. Содан бері Қарлығаш пен Дәуіт дос болыпты. Екеуі бір жерде ұяда дос болып келеді екен. Не балалар? Сендер ертегіні ұнады ма сіздерге? Балалар, ертегі бірінші қалай басталады? Жаңағы жартасқа ұя салады Қарлығаш. Онда оның балапандары келеді. Ал суретке қарап, сол суретті ретімен қояйық. Дәуітке келеді. Дәуітке келеді. Дұрыс айтасың. Дәуіт не істейді? Көмектесе ме? Көмектеседі. Содан кейін Дәуіт пен Қарлығаш дос болады екен содан бері. Міне балалар, біздер құстарды не істеуіміз керек? Құстарды қорғауымыз керек. Құстарды қорғауымыз керек. Оларға жаңағы зиян көрсетпей, оларға ұя салып, әрдайым біздер құстарға көмектесіп, дос болуымыз керек. Ме балалар? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бүгін ертегі ұнады ма сендерге? Өте жақсы. Енді ертегідегі қандай кейіпкерлерді білесіңдер? Осы ертегідегі қандай кейіпкерлерді білесіңдер? Қарлығаш, жылан, көкек, қарға. Ең соңында қандай кейіпкер? Дәуіт. Өте жақсы балалар. Бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды.